Всем привет, достар! Сендермен бірге мен Зоя, және бүгінгі видеода менде влог болады. Соң қоңырау туралы енше видеоны бастаймыз. Біздің қыздардың барлығы кешігіп жатыр. Себебі салонда очередь. Бізде келді Нұрай и Қайтеміз бәріміз. Дина. Сәлем. Уже жылап Сен ба? Кешегі видеоны көрсетейін ба? Мне кажется, мен вообще жыламаймын. Бізде параларына гүл беріп жатыр. Блин. О май гад. Еще қызыл маникюрмен қызыл раушан гүлдері. Біз сағат 5-тен бері дайындалдық. Бізде адамдар жиналып басталды. Сағат 9 болды. Қалай сезініп тұрсыңдар? Бүгінгі күн қалай? Мектеп бітіретініңе сенесің ба? Сезіледі ма? Мектеп бітіруі сезіледі ма? Так, қыздар, өздерің қалай сезініп тұрсыңдар? Мектеп бітірген. Бұл біздің ағай. Қыздар, алыс қалсамаймыз. Түлектер 11-ші А сыныбы, сыныпта 21 оқушы, сынып жетекшісі Қожанов Асқар Сәрсенханұлы, Қалықов Жаслан, Сұлтан Ақнұр, Нүсіпәлі Нұрсұлтан, Асымова Дина, Туғанбай Ильяс, Жақсыбек Альмира, Асылбеков Нұрасыл, Жақсылық Зейнегүл, Жолдыбай Марғұлан, Манапова Нұрай, Қалибек Дидар, Бермебек Аяжан, Рустамбеков Амир, Мырзагулова Айзек, Машкен Санжар. Асан Ағар. Беріледі. Мінездерінің өздері керемет оқушыларымызда. Кеше дәлелдеді ғой, енді кеше түнде боран болып барлықтың оформлениеміз жүріп кеткенде сәттер болып отыр. Сондықтан мен осы оқушылардың Кел балалар оқылық деген сөзден басталған өмір деген мектепке алғаш есік ашқаннан ұстаз берген қолыма ең алғаш әріппе түстім арман жолына 42 әріппе болған класстан жүзіне нұр шашқан қыз. Есің кетпес көктемім жүрегімнің жыраны, ақынбыздың мектебім бақытымның тұрағы. Мөлдір сарымыз, естен кетпейтін мәңгі өмір жолымыз, біздегі сенім Жүрекшілік топталып, сыныптан, бір-бірімізбен дос болып, тоймайтын. I just woke up from a dream. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. If the world was bayqamay qoldim, temir shekilli. Unutmaymiz biz yerda мәңгілік, жадымызda beyning durar жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкенде, алдымыздан арайланды тәңгілік. Hoş bol енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Hoş bol енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Табысты тапсыруларыңызға тілектеспін. Аспандар ашық, қалар белестеріңіз биік болсын. 2024-2025 оқу жылының салтанатты соңғы
медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Әліп пеналып, әріптер танып, таудай болған біз тайрадай болып барып. Гүлді көктемім, күндей мектебім, шашатын ертеңіме жарық партадан. Қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Қазақ тілі, физика, алгебра, химия, ең алғашқы еркелік сабақтардан қашқанбыз. Күлім қаққан класстар, жүзімнен нұр шашқан. Естен кетпес көктемім, жүрегімнің жыр әні, ақ күмбезді мектебім, бақытымның тұрағы. Естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Біздегі сенім, тәрбиең сенің, мектебім алтыным менің. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Всем привет! Бұл менің 9-дан кеткен одноклассниктары. Бізді құттықтауға келді. Бастығы партнерім Мангүл. Вот и все, вот и все. Ой. Бізде. Вот сұратым ба? Иә. Сәлем достар, я пришла принесла ей цветы, смотрите. Да, бер. Вот бер, давай. Берси. Сәлем. Ладно. Ят болды. Ят болып жатыр, әлі ят болып жатыр. Это біз, короче, біздің классқа. Қақта не болды? Бастапқы.
Hello всем, это влог выживших пацанов. Бродский, біреуін көзін сен жұмып тұр, біреуін де менікі жұмып тұр. Эй, лайфты қосып. екіншіден студенттердің бірінші класс, бесінші класстан бері оқытып келе сіздерді алмай сіздердің бір еліктің алып келгенін айтайын деп отырмын. Аллауыздар тілектеріңіз. Тақпай тұра сияқты. Почему-то не хотим плакать. Но она устала, плохо устала. Не хочется, но жаль, что без батареи на смерти. Пошла танцы. жақсы заттарды еске алуға тырысамын. Ешкімге ешқандай ренішім жоқ. Кімнің көңілін қалдырып барлықтарынан кешірім сұраймын. Бұл сыныптағы, әр сыныбындағы, бұл сыныбындағы барлық оқушыларды мен шын жүректен жақсы көремін. Мен мектепке көп келмесем де, әрқайсысына сәлемім, көңілім барлығы түзу. Және де егер де қазір де мүмкіндік болса, мен барлықтарымен ары қарай сөйлесетін едім. Ал енді сендердің өмір бітірерін құттықтаймын. Сендерге әрқайсысына жақсылық тілеймін. Жаңа өмірді жақсы қадаммен бастаңдар. Барлықтарына бақытты, тату өмір сүрулерді тілеймін. Асхат ағай, Ұлжан апай, Жауһар апайға осындай балалар тәрбиелегеніңіз үшін үлкен алғыс. Өзімнің өмірімдегі қуаныштың тең жартысы сендермен өтті деп ойлаймын. Мне казается, жылайтын. Бірінші класты да аяқтадық. Бізге басында 9 класстан 10 классқа келгенде өте ұзақ болып көрінген. Бірақ көзді ашып жұмғанша міне келіп жетті. Бүгін біздің соңғы күніміз. Осыдан кейін енді біз оқушы емеспіз, студентпіз. Бұйырса, енді сендерге үлкен алғысымды білдіремін. Сендер біздің өміріміздегі жүрегіміздің жарты бір үлкен бөлшегіне айналдыңдар. Біз кейде ұрсамыз, төбелесеміз, не болмады, бәрі болды ғой. Зато концерт естен кетпейтін, күліп еске алатын ерте бір сәттердің біріне айналды расыменде. Және сендерді осы өмір аяқтауларымен құттықтаймын. Енді айтады ғой, көрем комментарияларын оқысам, 1-ші класстан айтады. Алдағы 5 жылдық, 10 жылдық дейтін ол бос әңгіме дейді, біз олай қалдырмайық. Алдағы уақытта 5 жылдықта, 10 жылдықта кездесейік. Енді сендерге көп рахмет, сендерге тілейтінім барлығымыз тілейтінім ақ жол. Қалаған университеттерге түсіргенді кейде бұйырады, кейде бұйырмай қалады. 3 миллион оқушы бар. Так что, мойынмаңдар. Тек алға, мен сендерге сенемін. Енді алдыдағы өмір жолында шалыс баспай, тек белестерден көрініп отырайық. Ата-аналарына шақырып, қайда болсаңдар шақырып келгендеріне көп рахмет. Менде де біраз естеліктер қалды. Және оларды ешқашан ұмытпаймын. Осы сыныпқа 8-ші класста келгенде бірінші Альтаирмен сөйлескенім есімде. Давайте болашаққа хат жолданды. Сабақ оқып бітірдің ба деш? Сабақ оқырсың ба? Права алдың ба? Осы жерге толдың ба? Бұйыртса толасың. Конкурстарды өмір бақи ұмытпауға тырысамын. Сол сіз жолдан тайман ба? Юрист болдың ба? Қаламыз болдың ба? Алдың ба? Үйлендің ба? Үйленбедің ба? Не ба? Болашақта білетін боламыз. Давайте болашаққа хат жолдандар. Болашақ Динаға, болашақ Айымға және Альмираға не айтасыңдар? Я. Я. Я надеюсь,
бәріміз кішкене ұстап 5 жылдық 10 жылдыққа келістік и мен крутой мощный юрист болып кеттім. Мен крутой ММА-шница. Болашақ Нұрасылға не айтасың? Сәтті ұмытпа, Все. Болашақ Ағыр Кеге не айтасың? Главное, өтіп қалмасын. Құдай сақтасын. Негізі, по сути, сен өте кемші адам болғанымен мықтылайсың. Сол мықтылайын сақтап. Ешқашан біреудің алдында шын болмайды. Болашақ Айзері мен Айжанға не айтасыңдар? Болашақ Айзере, сәне. Сен қалаған университетіне түстің деп ойлаймын. Сол университетте үздік болып жүр деп ойлаймын. Өзің елеген мақсаттарыңа жетті деп сенемін. Сен де бақыттысың деп. Болашақ Айжан, мен сені университетке, жақсы адамдардың ортасында сендермен әрі араласады деп ойлаймын. Зоя, Айзере. Армандарын бірте-бірте орындалып жатыр деп ойлаймын. Наша эра старшеклассников закончилась. Өзіңізді университет жасымаған есімі сенімді, және сонымен қатар біз қыздармен, класспен все еще араласамыз деп ойлаймын. Там достығымыз ажырамады және дәл осы қалыппен кішкентай сенің армандаған армандары қазір уже армандаймыз. Мен айтайын ба? Я надеюсь, в будущем я стану буду взрослой карьеристкой. Нет, типа, это потом. Сначала работа, сначала канал. Я надеюсь, в будущем, вот я уверена, что у нас у всех отличное будущее, я уверена, мы все успешные. Самое главное, счастливыми. И вот шүкір, вот Аллах көрді, мен барлығы шүкіршілік етем, то, что вот у меня такие подруги, то, что вот у меня такое окружение, шүкір. Так что в будущем, надеюсь, мы так и дальше, не надеюсь, до конца вместе, потом вот. Болашақ Нұрдәулет пен Марғұланға не айтасың? Надеюсь, ты будешь миллионером. Чисто, пожалуйста. Пожалуйста. Комп перестанешь играть, ты сидишь? Не, в комп играй. Надеюсь, появится красивая девушка и перестанем мацать с Марой. Все, полетели. Что мне сказать после этого? Надеюсь, Асик придет в этот год. Сынып бітіргеніме уақыт өмір өтті. Келесі жылы біз деген студент боламыз. В будущем нас ждут проблемы, и мы не должны бояться. Самое главное не думать о проблемах, а лучше думать, как начать свое будущее. Желаю всем всего хорошего, наилучшего. Самое главное не унывать, не сдаваться и идти вперед. Тілек айтып шығып жатырмыз. И қазір мүмкін ата-аналармен жиналып бір жерге отырып қайтамыз. Біз әрең дегенде парковка. Место на ой, какой камеры.
Парковкадан орын тапты. Қаланы аралап. Басқаларды күтіп жатырмыз. Бізде бүгін Амир машинасымен, барлығы Амирдің машинасымен кезек-кезектен келіп жатырмыз. Киімімізді ауыстырып алдық. Өзімізге удобно болу үшін. Потому что бантик сондай әдемі. Все. Вот бізде ұзыннан дастархан жайып жатыр, ал ана жақта ата-аналар отыр. Сәлем достар, мен теперь официально бір А классында оқимын. Біз Фахырға келдік, короче, тамақ ішеміз. Мен ночелькамен отырамын. Моя мама еще пришла. Но я ее не покажу, потому что чтобы вы не видели. Боже. Забери меня. Там стоит две сумка. Бежевая. И стоит фиолетовая сумка. Нет, фиолетовая. Хорош, нормально. Нет, типа, түрлі сұрақтарына жауап бермеймін, мынауға бөлек. Вот, мынау бізде пицца. Мынау собой алып бер. Қой. Достар, привет! Ютубқа. Шашлык, вау. Мында қойсаңдар. Знаете, достар, что? Біз осы соңғы қоңыраудың лебімен біз әртүрлі переходтарды түсіруді ұмытып кеткенбіз ғой. Басын февральдан, қыс айынан бастап түсіріп келетіп, ал соңында уже жоқ, прикиньте, мы забыли барлығын түсіруге. Бізде кішігірім ата-аналар қорқып жатыр бізді жіберуге. Біз қазір Көктөбеге бара жатырмыз. Біз Исыққа барамыз деген кезде ата-аналардың көбі қарсы болды, уайымдағаннан кейін. Так, баратын болдық Көктөбеге. Что я сказал? Бұйырса келесі жылы сене көрсетті. Осылай. Мамаға көрмесін ағытын. Тут, короче, бүкіл мектеп жүр ғой. Қандаш қандай? О, сволочь! Қарандаш қандай? Не жоғалтты. Қандай?
Это у нас, короче, екінші машина. Сонымен приключение отырмыз. У нас, Камеру обратно поехал, мамасына көтіреді. Қараңдаршы қандай. Ой, кешіріңіз, пожалуйста. Осында привет вид. Олжас жаңбыр басталып жатыр. Үші. Бля, сұрды. Короче, күн бұзылып жатыр, бағана күн жанып тұрған. Кеттік. Скоро жаңбыр. Да. Біз Көктөбенің үстіне шығып бара жатырмыз парковкадан түсіп. Ой, подожди. Целый класс. Біз қазір Көктөбенің басына шығамыз. Шығып қайтып түсеміз дегенде жаңбыр жауады, жаңбырдың астында біз Қайтамыз. Атмосфераны ғой. Жаңбыр астында. Екеуміз ғана да. Смотрите гору, ё-моё. Қараңдар, арттан қаншама оқушылар келе жатыр. Что-то біз міндік сразу и бізге. Я артымыздан. Дыхада уже пробки. Вот реально саат 4, но уж түн батып жатқан сияқты. Айжан екеумізде драма тема. Сонжен ғой қосын. Қараңдаршы. Жаңбырмен. Жаңбырмен прям. Ахнар, привет. Зоя, сен түсіріп тұр, мен видеом, типа, бәрін түсіріп тұрады. Давай. Біз Көктөбеге келмегелі көп болған. Мен вообще Көктөбеге келмедім. Ну, ба? Да? Салям, достар. Эти прикольные челики дали нам свои пиджаки, чтобы мы не стали насквозь мокрыми. Вот. Ларас Болсон. Теперь мы, смотрите, что делаем. Сейчас покажу вам. Телефон, Еркежан свой телефон. Смотрите. И эстетика моей юбки. Печально, конечно. Моя мама меня немного чуть-чуть, кажется, поругает, но ладно. Не каждый день я заканчиваю 11 класс, да? О май гад, мы уже запыхались. Не могу так больше. Капец, мы как в дораме. О май гад. Если вам нравятся влоги со мной, ставьте лайки и подписывайтесь на Зимний Голь. И на меня тут подписывайтесь. Я есть в Инстаграме, еще есть в ТикТоке. Мой никнейм Зимний Голь всегда напишет spoiled, you know. Spoiled — это означает избалованная, потому что Еркежан никак не переводится на английский и русский. Типа Еркежан на казахском — это же красиво. Типа Еркелитен. А на русском нет такого типа хорошего значения, только плохое, избалованное. Вот. Все, я устала. Bakın şuraya. Onlar hala geliyorlar. Я надеюсь, вы поймете, что я говорю. Наконец-то мы дошли, гайс. Смотрите, какой вид. Правда, не совсем эстетично, потому что смог и нету солнца. Мы хотим пойти на вот этот аттракцион. Вот сюда, короче. Дидар, көтерем деп тұр ғой. Oh my god.
Все хуже и хуже. Птичий помет. Полжаловаться. Ну, что можно сказать? Это влог, да? Да. Всем привет. Сегодня 23:25. Ну, 25:05, 25. Лучше же. Время 5:01 вечера. Мы сейчас стоим в Кубе. Я хочу передать будущему себе привет. Всех целую и люблю. Пока. Ben arkadaşlar zor oldu. Gel. Артур, сине бір. Тұрсын, давай Артурға. Давай, Артур. Нұрай, үш кетпеш. Назад үш. Я поняла. Лестница гурмела. Короче, достар, жесткий ветер, поэтому iPad пендер мен потогом, да? Это вообще правильно я сказала? Я не знаю. Короче, на улице ветер, но нормально. Мы идем. Такие красивые, смотрите, эти невеликие места. И осталось смотреть, потому что уже без похода. Вот. Мы возвращаемся. Мы хотели еще погулять негізі, просто наши родители, их родители не отпускают из-за этого. У меня уже голос, смотрите, ужасный. Ужасный мест. Харл ватер. Раз, два, три. Самое главное — это вера. Если встретишь жена, увидимся снова. Ау! Дырылдап тұр бәрі. Что там?
Сізге бар ма? Зоя, телефон бер. Вот, короче, жылқылар жүр. Ой, видите, қандай. Вид. Ойбай. Давай. Прикинь. Все, осымен бүгінгі влог аяқталады, достар. Ой, а чё? Все, всем пока. Ой, давай, все уже. Давайте, пока, все, хватит. Продолжать нам и продолжать. День и ночь, это между нами день и ночь. Мы с тобой мирваны. День и ночь, это между нами день и ночь. Ари, будто летает жестко. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем, Всем привет, это уже Игорь Жукан. Бүгін бізде Еркежанда. Ағана мен түсіндіргеді гүлмен. Мен гүлім бәрі берген. Капец, достар, короче, кеше вечер у меня была жесткая паника, что я останусь без цветов. Негізі, мен андай меркантильный емеспін. дайт сондай өзі, да? Просто, короче, у меня в классе такие девочки, которые, типа, айтат маған, завтра будем мериться цветами, короче, кімде пышнее дейді да маған. И я в шоке, короче, у меня глаза банки. И, короче, кешке мамалар түнгі бірде, прикиньте, пошли искать мне цветы. Они собрали, короче, цветы, и это, конечно, мен ішім жестко ашыды за оның бағасы. Мәне қазақша орысша не кетті. В общем, бүгін сөйтіп тұрдым ана жерде. Ойладым, ладно, ничего страшного. Киген дүние кисін деп ше. Пофиг маған. Но зато үлкен нормальный букеттер. Сосын, короче, прикиньте, бір кезде Зене гүлмен рай келеді, короче, розамен әдемі. Сосын бір кезде тараздан подругам келеді, тоже розамен, прикиньте. И сосын бір кезде жеңгем келеді, гүлмен гартензия. Маз болдым, капец мен гүлмен. Короче, біз ол уайымдады, короче, ой, гүл болмайды деп, но оған бұйырды. Короче, так что это вывод. Бәріні Аллаға тапсыру керек. Андай жестко не істемеу керек. Потому что бәрі Алаңдамау керек. Дүниенің артынан бәрі жүгіресің ғой, но типа бұйырса бар, бұйырмаса жоқ. Не айтқым келді өзі? Все. Біз, короче, кеше өзіміздікіне, ал бүгін Еркежанның Усноевна келдік, соң қоңырауына. И знаете что? Бір плюс есть. Типа, если подругаң басқа мектепте оқыса, тоже, типа, можно, типа, соң қоңыраудағылар қыдырады ғой. Вот солар бізді шақырды, типа, жүріңдер дейді. Но Еркежан өзі. И мы отказались, потому что біз кеше где сәл-пәл шаршап қалдық. И вот сидим, завтрак ішіп жатырмыз. Прикиньте, Мы на завтрак едим мясо. потому что тут нет выбора. Мыналар диірменге келіп алыпты. Мен қастарына келген ғой. Білгеш, поближе сделай. Короче, кеше мен үйден таңғы 8:30-да шықтым. Кешкі 8:30-да қайттым. И когда я вернулась домой, я написала своим родителям: мама, папа, я келдім депші. Они, короче, ты на время смотрела, жазады ғой маған. Я в шоке, прикинь. Я не думала, что олар мені ұрсады.
Но они вернулись и мне ничего не сказали все равно. Вот, я им очень благодарна. И я благодарна всем, кто вчера был, потому что это было очень весело и очень прикольно. Я не знаю, было ли им прикольно со мной, но все же как-то бәрібір. Я люблю мясо. Мен, короче, надо аңсадым бар ғой, 2 ай аңсадым. Это вкусно, достар. Айттым ғой. Это что? Искандер. Искандер. Келесі, я буду Бірақ, Искандер. бірақ Евразияда, мне кажется, бәрі вкуснее. Короче, достық плазаға напротив тоже диірмен бар да, и біз сол жақта мамалармен бір рет завтрак ішкенбіз. Там было вкусно. Мы уже ждем заказда сколько? Жарты сағаттан асты ғой. Бір заказ ойлаңдар. Я думала, сендер уж кетіп қалдыңдар. Диірменге барсаңдар, достық плазаға напротив диірменге барыңдар. И Жандосованың жанындағы. Это диірмен, Но Абаядағы чё? но негізі Литл Базиға бару керек еді. Я? Или андай какой-нибудь новый кофейняға. Или города, короче, бір кофейня көрдім, әдемі тоже. Или ана 800 лестницаға көтеріп мінгенде Апакати деген бар ғой. Аюсайдағы тарыға барайық. Горный гигантқа барайық, давайте. Горный гигантта бәрі таңғы 7-де барады ғой завтракқа. Ну, там жүретін жоқ қой, горный гигантта. А я типа походить. Эстетично зато. Все, короче, достар. Вот осылай где-то почти 5 минут ужас. Сәлем, достар, у нас продолжение. Біз үшеуміз, короче, Зенегуліне чай ішуге баратырмыз. Если вы думаете, что вы... слишком много кадрамс, вы так не думайте, потому что вы вообще... Мы, короче, вот видимся один раз в год. Мы весь год в одном городе были, и мы ни разу не выходили гулять. Потому что ты никуда не ходишь. Отырып айтпашы, мен шақырдың ба, айтшы. Шақырғанда мен ғой сендерге жазатын, и пошлите в кино, пошлите ана жаққа деп. Мен іздемесем, мен іздемейді, достар. Депші. Так что вот. Мен бұсыныға не переход түсірмедім, не гүлдермен видеоға түспедім. Что за я? Менің орнымда басқа біреу болса, өліп түсушетші. У меня были такие цветы красивые. Она что? Мне было так приятно, вообще не могу. Папа маған алдыңғы жылы каждый месяц, короче, дарил цветы, потому что я приезжала в Тараза все время, и ол аэропорттан түскеннен кейін сразу маған гүл беретін. А осы жылы они, короче, из-за того, что я, типа, в городе же мы вместе живем, в одном доме, папа мне перестал дарить цветы. Он только на 8 марта мне подарил, и все. Вот. Так что это было так приятно, вообще так кайфово, достар. Мен почему-то эмоциям шықпай жатыр, потому что я спала всего лишь 4 часа.